Наурыз мерекесі қарсаңында қазақстандық спортшылардың жаңа жеңісі. Олимпиада чемпионы Бақтияр Артаев кубогына арналған студенттер арасындағы футбол турнирі таяуда Лондонда өтті. Бұл осымен екінші мәрте өтіп отырған шара. Жеңіске құмар жастардың тартысты ойыны жөнінде келесі бейнематериалда. Бұл турнирге әбден жаттыққан 16 команда келді. Тартысты ойын көрсетіп, жанкүйерлер көңілінен шыға білді. Жасыл алаңдағы ең үздік ойын Бристол мен Лондонның университеттік колледж командалары арасында өтті. Сайыстың соңғы сәттерінде 2-0 есебімен жеңіліп жатқан лондондықтар қарсыластарынан жеңісті жұлып алып, 3-2 есебімен жартылай финалға жолдама алды. Қатарынан 3 гол соғып, командаға жеңіс сыйлаған шабуылшы Назар Өтеғұловтың еңбегін ерекше атап өткен жөн. Бұл төрешілер тарапынан да жоғары бағаланып, Назар турнирдің үздік ойыншысы атағына ие болды. Жарыстың өтуіне мұрындық болған Ұлыбританиядағы Қазақстан елшілігі мен болашақ халықаралық бағдарламалар орталығы еді. Және әлбетте шара иесі чемпион Бақтияр Артаев та командаларды қолдай келіпті. Спортшы мұндай жарыстар салауатты өмір салтын насихаттап қана қоймай, елден шалғай жүрген қазақстандық жастардың ауызбіршілігін бекем ететінін айтады. Еліміз үшін тарихи сәттің қарсаңында бұл аса маңызды дейді ойыншылар. Кеш өте керемет өтіп жатыр. Жігіттерге үлкен рахмет. Жігіттер жарады, Манчестер жарайсыңдар. Манчестер командасы еш күмәнсіз турнир жеңімпазы атанды. Финалда UCL-ді 3-0 есебімен тізе бүктірген олар Артаев кубогын иеленді. Жанып тұрған жігер мен қажырлы еңбек сөзсіз өз нәтижесін берді. Себебі дәл осы Манчестер командасының өкілдері сияқты бірде-бір спортшы өз ісіне беріле қоймаған шығар сірә. Жарыс енді өте қиын болды. Ең соңғы ойында барлық күшімізді салып, осы финалда бірінші орынды аламыз деп тырысқан ойда болдық. Және де осы бірінші орынды алдық. Өте қуаныштымыз. Үшінші орын Айран командасына бұйырды. Олар негізінен Британияда жұмыс істеуге қалған университет түлектерінен жасақталған команда еді. Ал турнир иелері Брунель университетінің шәкірттері 4-ші орынға табан тіресе де қарсыластарына барынша қонақжайлық танытты. Маншук Мақсұтқызы, Белла Құдайбергенова, Лондон, Ұлыбританиядан.